Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Амангүл Жұмабекқызы бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын штрудель тамағының рецептісін бөлісетін боламын. Ыстық тағамымызды дайындауға бізге ет, картоп, жуа, морковь, капуста, қызанақ пастасы және чеснок, тұз және дәмдеуіштер керек болады. Алдын ала барлық көкөністеріміз бен етімізді турап дайындап аламыз. Газге табамызды қойып, май құйып, қыздырып аламыз. Қызған табамызға етімізді салып, 3-5 минуттай қуырамыз. Қуырылған етіміздің үстіне су құйып, 40-50 минуттай қайнатып аламыз. Етіміз қайнағанша қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге шым-шым тұз, 1 жұмыртқа және жылы су керек. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Енді қамыр илеуге кірісеміз. Ол үшін ұнымызға жаңа дайындаған сұйықтығымызды аз-аздан құйып, қамыр илей бастаймыз. Дайын болған қамырымызды мешокқа салып, тынығуға қоямыз. Енді піскен етімізге жуамызды салып, сәл қуырып аламыз. Осы уақытта чесноктарымыз ұсақтап турап, бұны да қуырып аламыз. Енді сәбізімізді салып қуырамыз. Қуырылған сәбізімізге аздап су құйып, тұз салып, тағы да жарты сағаттай қайнатып аламыз. Қайнаған соң үстіне картоп салып, тағы да бұқтырып аламыз. Бұқтырылған картопымыз үстіне капуста салып, қызанақ пастасын салып, су құйып, қайнатып аламыз. Бір қайнап алған соң, үстіне өзіңіздің қалауыңызша дәмдеуіштер салып, жақсылап араластырамыз. Кейін үстіне су құйып, толықтай картопымыз піскенін күтеміз. Осы уақытта қамыр жаюға кірісеміз. Дайын болған қамырымыздың үстіне сұйық май қойып, барлық жеріне жеткенше жағып шығамыз. Жақсылап майлап болған соң, қамырларыңызды шетінен орап, видеода көрсетілгендей бірнеше бөліктерге кесіп шығамыз. Картопымыз піскен соң, дайындаған қамырларымызды салып, тағы да 10-15 минутқа бұқтырып аламыз. Тамағымыз дайын болды. Енді әдемі ыдысымызға салып, отбасымызға ұсынамыз. Достар, мен жаңа бастамамды қолдап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Міне біздің штрудель тамағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.